Осы видеоны атын көріп не ойлап қалғандарыңызды біліп отырмын. Сіздердің осындай видеоларыңыздан кейін бәрі блогер болып кетсе, кім мұғалім, жұмысшы, немесе дәрігер болғысы келеді деп ойлап қалған шығарсыздар. Бұл сұрақтарыңыз әрине өте орынды. Бірақ та блогер болу шынымен оңай ма? Міне, дәл қазір осы сұрақтың жауабын анықтайтын боламыз. Алдыңғы видеолардың бірінде біз сіздермен блогер болу оңай ма деген тақырыпта сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін блогер болудың барлық қыр-сырларын сіздерге айтып беретін боламын. Біріншіден, сізге қажетті әлеуметтік желіні таңдау керек болады. Бұл Instagram, Facebook, YouTube немесе TikTok па. Instagramда қысқа ойын-сауық видеолары көп қаралым жинайтын болса, YouTubeда ұзақ видеолар, ал TikTok мүлдем өзгеше. Немесе басқа вариант осы әлеуметтік желілердің барлығын бірге алып жүрсе болады. Екіншіден, өзіңіз еркін сөйлей алатын және талқылай алатын тақырыпты және бағытты таңдау қажет боласыз. Және де оқырмандардың жас аралығын ескеру өте маңызды болып келеді. Бара-бара болашақта кең тақырыпты видеолар емес, тар тақырыпты видеолар көп қаралым жинайтын болады. Үшіншіден, техникалық моменттер. Қазір 21 ғасыр болғандықтан көптеген адамдар әдемі сәнленген, сапасыз видеоларды көргісі келмейді. Бұл жерде жарық, фотоаппарат, объектив, камера және жүргізушінің өзін-өзі ұстау мәнері жоғары деңгейде болу қажет. Видео соңында айтарым, көп адам блогер болғысы келеді, бірақ неден бастарын білмей жатады. Ең алдымен қорқыныш сезімін жойып, бірден ойланбай бастап кету қажет болады. Артынан бұл істің қаншалықты қызық әрі көңілді екенін білетін боласыздар. Міндетті түрде қымбат камера емес, ең алғашында бар нәрсемен, қарапайым смартфонмен түсіре берсе де болады. Осымен бұл шаруамда өз мәресіне жеткен болатын. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді деп ойлаймын, себебі мен сіздерге сенемін. Сіздермен бүгін болған мен Айдар Санжар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.